Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге ең оңай салаттың рецептісін көрсететін боламын. Бұл салатты қонақ дастарханға қойсаңыздар да болады, жылдам дайындалады. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен 2 қиярымызды алып аламыз. Орташа көлемдегі қиярды алып пайдаландым. Оны видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек етіп турап аласыздар бірінші. Одан кейін оны жіңішке етіп турайтын боламыз. Барлық қиярларымызды осылай турап шығамыз және оны бөлек бір ыдысқа салатын боламыз. Дәл осы мен жасаған рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 2 үлкен тәрлікке салат шығатын болады. Ал егер де орташа көлемде немесе кіші көлемдегі тәрліккеге орналастыратын болсаңыздар, 3 тәрлікке салат шығатын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Одан кейін 1 штук қызанағымызды пайдаланамыз. Керек емес артық бөліктерін алып тастаймыз. Сонымен қатар ортасындағы сулы жерлерінде алып тастаймыз. Бұл салатқа тек етті помидор ғана қажет. Құрметті көрермендерім, егер де дәл осы видеоны бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан салаттардың кез келген түрлерін, сонымен қатар ерекше тамақтарды және бір жасағаннан сәтті шығатын тәттілердің рецептісін көре аласыздар. Парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыз. Одан кейін 3 штук жұмыртқамызды турап аламыз, оны да жіңішке етіп тураймыз және 2 үлкен картошкамызды теркадан өткіземіз. Сәбіз турайтын теркадан осылай ұзынша етіп өткізіп аламыз. Одан кейін суын сорғыту үшін осындай бір майлыққа салфеткамен картошкамыздың суларын сығып алсаңыздар болады. Осылай картошкамыздың суын сығып жатқан кезде табамызға орташа көлемде сұйық май құямыз. Қызып тұрған табада аз мөлшерден картошкамызды салып қуырамыз. Сарғыш түсті болғанша картошкамызды көп салып жібермеңіз. Аз мөлшерден ғана саламыз және салғаннан кейін осылай араластырып тұрамыз. Себебі картошкаларымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін бір араластырып жіберіп қуырып аламыз. Газдың астын қатты отқа қоямыз. Тез-тез қуырылып шығатын болады. Осылай сиыр етін немесе тауықтың етін пайдалансаңыздар болады. Барлығын ұзынша етіп турап кесіп аласыздар және барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене дәміне қарай тұз қосамыз және майонез салып барлығын араластырамыз. Қыздар, салатқа қалауларыңыз бойынша банкадағы горохты салсаңыздар болады. Егер горохты ұнатпайтын болсаңыздар, оның орнына жүгері қосуға да болады. Өздеріңіз қайсысын қалайсыздар, сол бойынша жасай берсеңіздер болады. Салатымызды араластырып болғаннан кейін тәрліккеге орналастырамыз. Үстіне картошка пайымызды орналастырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.